Мінекей, бүгін петелардың неше түрін біз жасап көреміз. Лапкілер көрдіңіз ғой, әр машинанікі әртүрлі. Мына машина, жанып тұрған мына терезесін қарасақ, бұл полукомпьютерная машина. Міне, мен болашақ ilгегімнің бүйтіп шығарамда, ішіне салып қояйын ал. Міне. Енді қыстыратын, лапканы ұстап тұратын өзінің арнайы ұстағышына. Енді барлық машинкада бар мынандай функция, қараңыз. Міне. Ар жағында, ар жағында. Міне түсетін арнайы бір рычаг бар. Бұл рычагты дұрыстап қарасақ, міне, кітабын дұрыстап қараңыз. Осыны міндетті түрде түсіру керек. Бұл не үшін керек? Қазір тіге бастаған кезде бұл көрсетеді ilгектің ұзындығын. Бұл мысалы қанша ұзындық. Мына ilгекті салдық қой ішіне. Вот соның ұзындығын осы өзі шектеп көрсетіп тұрады. Қазір оны іс жүзінде істеп көреміз. Енді бұл машинкада петляның түрі көп. Қараңыз. 16-дан бастап 21-ге дейін. Простой машинкалерде мына 16, 17, мына 20-шы петлялар бар. Ал мына 19, орысша айтқанда, с глазком дейді. Бұнда петелька жоқ. Давайте соны қазір тік көрейік. Менде жазылып тұр 19. 19-ды таңдаймын. 17, 18, 19. Ол үшін міне матамды қоямын. Матамды қойдым. Петляның рычагын түсірдім. Программаны таңдадым. Жібім бәрі дұрыс. Тіккен кезде мен ештеме жасамаймын. Бұл өзі тіге бастайды. Мен тіпті екі қолым бос. Тек қана педаль басып отырмын. Болды. Қараймыз. Тігерден бұрын петляны тексереміз. Ол бізге ұнаймы, ұнамаймы. Мүмкін басқасын пайдалануға болады. Өйткені петляны көрдіңіз ғой, неше түрі бар. ilгекті алып көремін. Енді қиып жеру керекпін. Қиып жеру үшін әр машинкада осы құрал бар. Қараңыз. Қиып жердім. Бұл полукомпьютерный машинкалардың лапкасы. Енді келесі машинаға көшейік. Ал егерде мына машинаға келсек, қараңыз, мына машинкада жақындатайын. Бұл машинканың лапкасы міне осындай болып келеді. Бұл мына екі сызықтың арақашықтығы 0,5 мм.
мына 0,5 сосын мен қараймын, мен болашақ ілгегім неше сантиметр болуы мүмкін? 2 сантиметр. Мына мен қойып көрдім. Қараймыз. Лапка ұстап тұратын мына рычагқа мына кіргіздім. Машинада қараңызшы, 2 кнопкасы бар. Мына мен мына ілгектің суретіне қойдым. Мынаған дұрыстап қараймын. Көрдіңіз ба? 1, 2, 3, 4 деп тұр. Бірінші 1-ге қоямын. Мына 1. Оны айналдырған кезде ине жоғары көтеріліп тұрған дұрыс болады. Так, мына машина бізге мешать етпесін. Енді тігіп көрейік ал. Қараңыз. Мынаны жақындатып көрсетейін. Менің жаңа ілгегім болды 1-2 сантиметр. Мына сызық, мына иненің қасында сызықпен екеуі бірдей тұра қалады. Қолмен осылай 1-2 рет жүргізіп аламын. Матаны тартпаймын, да? Қараңыз, қазір мына іштегі нүкте, мына сыртқы сызықпен екеуі кездесу керек. Мына. Енді 2-ге қоямын. Инем көтеріліп тұру керек еді, жаңа байқамаппын. Қараңыз. 1, 2, 3, 4, 5 рет. 5 рет жүрдім әрі қарай. Инемді көтеріп қойдым да. 1-ді жасадық, 2-ні жасадық, енді 3. 3-ке қойдым. Қараңыз, машина өзі жүреді. Мен көзіммен қарап тұрам, 2-ге дейін келсін деп. Міне 2-ге келді. Инем көтеріліп тұр. 4-ке қоямын. Бұл машинада біз өзіміз қадағалап тұру керекпіз тігісін. Бірінші машинкада тігін машинасы өзі автоматпен тікті. Лавкамды қыстырамын. Мұны қиып жерді. Бұл екінші машина. Бұл механический машина. Ең бағасы да қымбат емес, бірақ жақсы жұмыс істейді, ешқандай кемшілігі жоқ. Енді мына үшінші машинаға жақындайық. Бұл машинкалардың сыртында қараңызшы, ілгек тек қана бір суретпен көрсетілген. Бірақ бұл компьютерный машина емес. Бұл да механический машина. Механикалық машина. Сіз қараңыз, өз машинаңызда қандай. Мыналар енді трикотаж, мыналардың бәрі құрғақ матаға. Ал кеттік. Бұның лапкасын көрсетейін. Бұның лапкасы ұқсап тұр менің компьютерный лапкама. Мына жерге сіз осылай қыстырып қоюға болады. Болашақ түйменің, ілгектің диаметрін, ұзындығын білу үшін лапка ұстайтынға қыстырамын.
Міне қыстырылды. Енді көрдіңіз бе, үстінде бір деп тұр. Бір болса, міне бірге тұр. Қараңыз. 2 ол прямой строчка. Міне бірге қойдым. Үстіндегіні де бірге қойдым. Ялмасы Ф-ға да қойға болады, мен бірге қойдым. Және болашақ петельканың оң жақ, сол жағын көрдіңіз бе? Плюс-минус деген олардың ара қашықтығын, ұзындығын реттеуге болады. Біз былай істейміз. Біз қазір тігіп көреміз, ұнаса. Бұл машинаның да мына қараңыз. Өзінің арнайы көрдіңіз ғой, мына ілгек үшін өзінің суреті тұр. Бұл осындай шектеуші. Қараңыз. Артқа қарай бір итердім. Полукомпьютеріне де олай болған жоқ. Полукомпьютер мен түсіре салдым. Ал бұл жерде қараңыз. Мен түсірдім. Артқа итердім. Артқа итердім. Түсіндік, е? Ал енді тігіп көрейік. Бір-екі рет қолмен жіпті кіргізіп шығарып алдым. Ал мына бір жіпті алып тастайын. Бірінші бұл мына түсіндік қой? Мынау компьютерный машинамдікі. Мынау простой механический машинамдікі. 3 қадаммен тігетін. Ал мынау 1 қадаммен тігіледі. Мына лапканыкі. Ұнаса лайк қойыңыз. Комментарий жазыңыз. Тағы қандай тақырыптарға түсірейін? Сізге қандай сұрақтарыңыз бар? Маған жазыңыздар.